Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін біз сіздермен таразысыз, миксерсіз 3 стакан деп аталатын өте оңай дәмді торт жасайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қараңыздар. Таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен 1 стакан құмшекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Қантымыз еруі қажет. 2-3 минут аралығында осылай қозғасаңыздар жеткілікті. Келесі кезекте үстінен 1 стакан жылы айранымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Стакандардың көлемдері бірдей болуы қажет. 400 миллиграмдық стаканмен өлшегендеріңіз дұрыс. Үстінен сұйық маямызды құйып, жақсылап араластырамыз, және де тағы да 1 стакан ұнымызды, какаоны және разрыхлителімізді қосып, үстінен өте әдемі иіс дәм беру үшін ванилин қоссаңыздар болады. Барлығын қосып алғаннан кейін жақсылап ешқандай іртік қалмайтындай етіп венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын, өте оңай, тез дайын болады. Осы аралықта пешімізді 180-170 градусқа қыздырып дайындап қоямыз алдын ала. Осындай орташа сұйықтықта шықты қамырымыз. Формамызды алып, астына пергамент қағазын төсейміз. Тортымыздың диаметрі менікі 20 сантиметр. Осылай формамызды орналастырып алып, дайын болған шоколадты қамырымызды құямыз. 170 градуста 35-40 минут аралығында пісіретін боламыз. Өте оңай жасалады. Енді кремін дайындауға кірісейік. Вареная сгущенкамыздың үстіне қою қаймағымызды саламыз өлшеп, және де екеуін жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте оңай креміміз дайын. Кремімізді дайындап тоңазытқышқа салып қоюды ұмытпаңыздар. Біздің шоколадты пирогымыз толығымен пісіп шықты. Ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Шеткі бөлігін ақырындап пышақтың көмегімен ажыратып алып, формамыздан ажыратамыз да толығымен суығанша күтеміз. Ешқандай пропитканы қажет етпейтін торттардың бірі. Енді суығаннан соң беткі бөлігін тегістеп кесіп аламыз. Оны әрлеу үшін пайдаланатын боламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден қарап көріп жасай берсеңіздер болады. Егер видео ұнаса, достарыңызбен поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар. Лайк басып пікір қалдырыңыздар. Осылай беткі бөлігін алып болғаннан соң тортымызды 2 немесе 3 кож етіп бөліп аламыз. Мен 2 бөлікке бөлдім қақ ортасынан. Сіздер қалауларыңыз бойынша жіңішке етіп 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Бірінші пышақпен ақырындап кесіп шығамыз, одан кейін ортаңғы бөлігінен осылай ажыратамыз. Біздің кожымыз толық суымаған. Енді толығымен суытып алып, кремімізді жағатын боламыз. Ортасына жаңағы дайындап алған кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Вареная сгущенканың сапалысын таңдаңыздар және қаймақтың қою түрін таңдаңыздар. Сол кезде кремдеріңіз ағып кетпей өз формасын осылай ұстайтын болады. Екінші бетіне кожымызды салып, қалған кремімізді бетіне және шеткі бөлігіне толығымен жағып шығамыз. Өте керемет болып шықты. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Жұмсақ, ауызда еритін оңай торттардың бірі екен. Достар, егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде видеоның астындағы подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және де қасындағы қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Осылай толығымен кремімізді жағып шықтық. Келесі кезекте бетінен қалған жаңағы кесіп алған кожымызды қолдың көмегімен үгітеміз, немесе блендердің көмегімен үгітсеңіздер де болады. Және де ең алдымен шеткі бөліктеріне лопатканың көмегімен жабыстырып шығамыз. Және де қалған бөлігін бетіне себеміз. Осылай кремін жағып әрлеп болғаннан соң тортымызды міндетті түрде тоңазытқышта 2-3 сағатқа қалдыру қажет. Кремі сіңіп өте дәмді болып шығады. Бірден кеспеңіздер. Түнде жасап қойып, таңертең жесеңіздер өте керемет болады. Мінекей біздің 3 стакан деп аталатын өте оңай тортымыз осымен дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді балалардың сүйікті торты. Мінекей дайын болғандағы тортымыздың түрі. Енді осыны мен тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдыратын боламын кеспес бұрын.
Мінекей 2-3 сағат уақыт өтті. Енді сіздерге тортымыздың қандай жұмсақ болып шыққанын кесіп көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай нәзік, жұмсақ, ауызда ерейтін шоколадты торт болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды, балаларыңызды осы дәмді тортпен қуантыңыздар. Тортты жасауға көп те уақыт қажет етпейді. Оңай жасалатын торттардың бірі. Және де менің арнамнан басқа да керемет хит торттардың рецепттерін таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Мадина.